Цифрлық технологиялар дәуірінде онлайн қарым-қатынас балаларымыздың өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Тиімді онлайн қарым-қатынас жасау дағдылары оларға өз ойларын дұрыс жеткізуге, өзгенің пікірін құрметтеуге және жеке ақпараттарын қорғауға көмектеседі. Онлайн байланыс пайдалы да, қауіпті де болуы мүмкін. Сондықтан ата-аналар бұл үдерісті бақылап, дұрыс бағыт беруі қажет. Тиімді онлайн қарым-қатынастың негіздері хабарламаның айқындығы мен нақтылығы, мәдени және жеке ерекшеліктерді құрметтеу, сондай-ақ жеке ақпаратты қорғау. Осы дағдыларды меңгеру балаларға интернет кеңістігінде жағымды әрі қауіпсіз қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Онлайн қарым-қатынас белгілі бір қауіптерді де қамтиды. Мысалы, кибербуллинг, хабарламалардың дұрыс түсінілмеуі және жеке ақпараттың таралуы. Балаларды осындай қауіптерді тануға және олардан қорғана білуге үйрету маңызды. Балаларды интернеттегі қауіпсіздік ережелерімен таныстырыңыз. Жеке ақпаратты құпия сақтау, бейтаныс адамдармен байланысқа түспеу, электронды хаттардағы сілтемелер мен қосымшаларды ашқанда абай болу. Балалардың онлайн қарым-қатынасын қауіпсіз ету үшін түрлі құралдар мен қосымшалар бар. Оларға құпиялық параметрлері бар платформалар және ата-аналарға балалардың интернеттегі әрекетін бақылауға мүмкіндік беретін бағдарламалар жатады. Ата-аналар балаларды тиімді онлайн қарым-қатынас жасауға үйретуде басты рөл атқарады. Біз оларға үлгі болып, оқу процесіне белсенді қатысып, қажетті қолдау мен ресурстарды ұсынуымыз қажет. Цифрлық дәуірде балаларымыздың қауіпсіздігі мен әл-ауқаты үшін тиімді онлайн қарым-қатынас өте маңызды. Бірлесе әрекет ете отырып, олардың сәтті және саналы интернет қолданушы болуына жағдай жасай аламыз.